Ассалаумағалейкум. Google'да жарнама жасау екінші сабағымыз. Бүгін сіздермен аккаунтпен таныстырайын. Жалпы бұл Google реклама аккаунтында тек қана поисктағы мына жарнаманы жасап қана қоймай, бұл жерде сіздер YouTube'тағы жарнаманы, және дегі баннерлер жарнама, товарный реклама, сол жарнамаларды осы аккаунтпен жасай бересіздер. Біріншіден, бұл аккаунттағы келесінеге кіріспес бұрын проверкадан өтіп алайық. Ол үшін бір загрузка жасап алайық. Осыны обновить етейік. Аккаунт ашқаннан кейін оплата деген жерге барамыз. Біздің бағанағы салған $10 тұр, және проверка рекламодателядан өтейік. Егер де біз проверкадан өтпейтін болсақ, басында рекламаны көрсетеді да, бір айдан кейін өшіріп тастайды. Және де немесе басында бірден сұрайды проверканы. Ол үшін мына жерде изменить задачу. Осыны бағана таңдадық. Бұл дұрыс. Және осыны обычный займет 1 минут дейді. Осыны басасыздар. Бағана немесе сіздердің құжаттағы аттарыңыз тұрады, фамилияларыңызбен. Мен осы біріншісін таңдаймын. Өзіміз рекламаны төлейміз. Жібереміз. Келесі этап. Жоқ, біз Европейский Союзда реклама жасамаймыз. Соны таңдаймыз. Осы 4 проверканы тексереді. Келесінде өздеріңіз құжаттарыңызды жібересіздер. Бағана индекс тура сәйкес келу керек. Организация осылай жазып. Алматы. Осылай таңдаймыз. Название организация өзі бағанағы платежный профиль бойынша толтырғанды. Осылай отправить деп. И загрузка. Документті загрузка жасаймыз. Яғни осылай мынандай. Осы сұраған кезде сіздер егерде бағана физлицоны таңдадыңыздар ғой, сол кезде өздеріңіздің құжаттағы аттарыңызды жазып, нелеріңізді, удостоверенияларыңыздың алды және де артқы жағын түсіріп аласыздар да, сосын адресный справка болса соны жіберіп, осылай аккаунтты подтверждение жасап аласыздар толығымен. Осы проверкадан өтіп алсақ, өте жақсы. Келесі этабымыз Google'да бір жақсы жері поискта алдын ала бір бизнестің, услуганың, товардың сұранысқа бар ма жоқ па екенін біліп алуға болады. Ол үшін міне инструменті настройкаға кіреміз. Мына жерде инструментке планированияға кіреміз. Планировщик ключевых словтан осы жерден таңдаймыз. Мысалы, мен мебельге реклама жасағандықтан мебель на заказ. Осылай жазамыз. Мебель Алматы, кухня на заказ. Және де қандай бар? Шкаф, купе. Осындай өздеріңізде қандай бизнеспен айналысасыздар, немесе таныстарыңыздың бизнесі бар, услуга бар. Осыны жазамыз. Результатын көрейік. Жалпы Қазақстан бойынша, мебель на заказ деген сөзбен 100 бен 1000 арасында сұраныс бар. Мебель Алматы деген сөзбен 1000 мен 10 000 арасында осындай сұраныс бар. Осыны Қазақстан бойынша да көруге болады, және де әрбір қала бойынша жеке көруге болады. Мен Алматы қаласын көрейін. Сохранить. Алматы қаласында мебель Алматы 1000 мен 10 000 арасында сұраныс бар. Осылай алдын ала қандай бизнеске сұраныс бар екенін көріп, біліп алуға болады. Кез келген Астана, Шымкент, Қызылорда деген кейбір қалаларда осылай көре аламыз Google арқылы. Және бізге керекті ақпараттар осы уақытша осы кабинет жағынан. Келесі сабағымызда біз алғашқы рекламамызды жасап бастаймыз. 3-ші сабақты күтіңіздер.